Бауыржан Камалиевтің Нұр-Сұлтан қалалық полиция басқармасындағы жұмыс өтілі 13 жыл. Уақытының көп бөлігін қоғамдық тәртіпті қадағалаумен, қылмыстық құқық бұзушыларды тергеп тексерумен өткізеді. Кейіпкеріміз спорттан да құралақан емес. Спорттық мансабын 2007 жылы бастаған Бауыржан Аманжолұлы бүгінде ауыр атлетикадан спорт шебері. Бала кезімнен жаңағы шөп, айырмен шөп артуды, айырмен шөп түсіруді, сосын жаңағы енді көмір деген жаңағы ауыр нәрселерді көтерсем бір үлкен бір мықты болатын сияқтымын да, соны жаңағы күш атасын танымайды деген сияқты бітпейді әлі де белестерім бар, әлі де бағындырмаған салмақтарым бар. Сонымен әлі күнге дейін жарысып келе жатырмын. Өз-өзімен жарысып, кеше қандай болдым, бүгін қандаймын деп жаңағы. Бала кезінен ауыр заттарды көтеріп, күш сынасып жаттыққан Бауыржан үшін биылғы жаз естен кетпес оқиғаларға толы, жеңісті кезең болды. Себебі әлемдік рекордсмен атанды. Елордадағы локомотив құрастыру зауытында салмағы 276 тоннаны құрайтын 2 локомотивті 10 метрге дейін сүйреп, есімі Гиннестің рекордтар кітабына енді. Бастапқыда орташа салмақ дәрежесіндегі 96 тонна құрайтын вагондарды тартып көрген. Бұдан кейін ауыр салмақ дәрежесіне, яғни 123 тонналық вагондарға көшкен. Бірақ бұл цифрлар да көңілін көншіте қоймапты. Сөйтіп 276 тоннаны құрайтын 2 локомотивті тартуға бел байлаған. Айқын мақсат нақты нәтижеге келіп, бұл белесті де бағындырды. Бір тренировкада 20 тонна, 17 тонна темір көтеруім қажет, менде өзі план бойынша. Жұмасына осыншама тонна көтерем, аптасына 2 аптада осыншама, 1 айда осыншама тренировка жасаймын, осындай тонна салмақ көтерем. Ал егер ол болмаса, жаңағы мен қалып қоямын немнен, жаңағы графиктен. Жаңа мен оған дейін анау 40 тонна ұзын фуралар бар ғой, жүк таситын ұзын фурал, оны да тарттым, КамАЗ да тарттым. Ол да жетіспейді маған, жаңа несі, тоннаж азды. Машиналардың бәрін қосақтап осылай жаңағы. Қандай кімде машина бар, соның бәрін қосақтап тросқа байлаймын да соны тартам. Ол да жетіспейді. Не тартам, ана танк тартсам ба, уже сондай жаңағы ойлар кетіп қалды жаңағы. Содан Россияға қараймын, жаңағы неден, ютубтан қараймын ғой, соны Россияның спортсмендері шығарды, силовой экстрим деп аталады жаңағы. Зіл тастарды көтереді, содан тартылмайтын заттарды тартады, жаңағы танк тартады, самолет тартады, жаңағы поезд тартады. Сонымен мен ойладым, егер де бұл Россияның спортсмендері тартып жатса, біз неге тартпасқа? Бізде де мысалы енді өмір бақи сонысымен жүрген кәсібіміз ғой, мен де тартам. Айтылған сөз атылған жоқ қой. Айтылды ма? Все, оны сен тоқтата алмайсың. Уже жаңағы барлық нәрсе соған келеді да жаңағы. И содан өзің артқа қарап ойлайсың. Кеше ғана айтып қалып едім, бүгін уже жасап жатырмын. Құрметті көрермендер, сіздер жаңа ғана Бауыржан Камалиевтің орнатқан рекордын тамашаладыңыздар. Дәл қазір біздің Таңшолпан үшін, Таңшолпанның көрермені үшін Бауыржан мына бір үлкен жүк көлігі дейміз бе, тракторды тартатын болады. Бұның салмағы енді жоғарыда айтқан электровоздың салмағымен сәйкес келмейді. Бауыржан, енді бұл жаңағы трактордың салмағы қанша? Бұл трактордың салмағы 20 тонна болады. Бұл колесный транспорт болғаннан кейін, ол ана темір жол көлігінен бөлек болады. Колесный транспорт бұның жаңағы осевая нагрузка деген бұның бәрі рөл ойнайды. Сондықтан мен жаңағы неге трактормен жаттырам? Себебі бұның өзі жүрісі де андай ауыр техника болғаннан кейін маған осының салмағы ғана неғұрлым келесі алдымызда жасайын деп жатқан рекордқа ұқсас келеді несі, тоннажы. Және де бұның мына қазіргі саты 2 метр ұзындығы, ал рекорд жасағанда бізде саты 10 метр болады. Бұл жай далада әйтеуір мынау жаңағы жаттығу үшін. Құрметті көрермен, жігіттер азартқа кіріп кетті. Қазір міне 33 тонналық
Кранды тартпақшы, көрейік. Керемет. Жарайсыз. Міне, күш атасын танымас деген осы олар. Жаңаға айтқан 33 тонналық кранды тартты Бауыржан. Жарайсыз, тағы тартасыз, бірақ белді байқаңыз. Абай болыңыз деймін. Сәттілік, алдағы рекордты жақсы аман есен орнатады деп сенемін. Алға Қазақстан!